Жаңа бала үшін ең бірінші отбасы алғашқы тәрбие ошағы болып табылады. Баланың алғашқы әлеуметтік ортасы, сөздік қор, мінез жаңағы құлқы, құндылықтары бәрі отбасынан басталады. Отбасындағы климат болашаққа да әсер етеді. Баланың алдында түрлі таңдау жолдары тұрады. Соның таңдау жолына біз ықпал етуге тырысуымыз қажет. Әрине ол үшін бізге балам, бері қарашы, жан-жақтан ұрыс-керістен аулақ болшы. Бізді ұятқа қалдырма. Жаттауыңды ұмытып қалма. Мам, екі сабақтан кейін сұранып кетейінші. Жарайды. Бірақ ауырып тұрмын деме. Ауруды өліп қалып жүрер. Ал жібермей жатса маған звонда. Апайым жаны шығар. Ес. Ақша берші. 200 теңге саған, ол барып қайтуыңа және ыстық пирожкиге жетеді. Қарның ашса, өзіңнен аяма. отбасы болып табылады. Дәріптеп, онымен қоса біздің түрлі мысалы Бауыржан Момышұлының, Мұхтар Әуезовтің бала тәрбиесі туралы жаңағы кітаптары бар, білесіздер, ол менен жақсы білетін шығарсыздар. Соларды біз үнемі сол балалардың санасына құйып отыруымыз қажет. Ата-ананың отбасындағы рөлі тек оның материалдық жағдай емес, оған үлгі болатындай, құндылық сіңіре алатындай, шекара орнату ата-анама келіп ортаға алып шықсаңыздар жұмыстарыңызда. Келіңіздер, күндік емес, өмірлік процесс екенін ұмытпауларыңызға өтінемін. Осы менің коучингіме қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге берілген параққа мен үшін кері байланыс өте маңызды. Соған жазып кетсеңіздер, менің бүкіл жүргізген коучингім бойынша. Қосымша сұрақтарыңыз болса, оны да жазып кете беріңіздер. Мүмкін ұсыныстарыңыз бар шығар. Тыңдайықшы, иә? Екі жақты адамның сипаттамасын жеткізе білу керегіне. Мысалы, ата-анамен бар ғой, ата-анамен бала бір-бірімен түсінісе білу керек. Әрдайым баланың ойын біле білу керек. Сен бұндайсың, сен сондайсың деп айтасың, ол бала өз үмітімен істеу керек. Ал екіншісінде психологиялық түзету кезеңінде төзімділікті қажет дейді. Бұяқта баланың психологиясына тереңнен бөлініп, баламен ой бөлісу керек. Ой қандай, мысалы, мен бала сабақтан келсе, түріне қарап білеміз ғой, баламның түрі бір түрлі өзгерді.
келші балам аңдайын сұрайын деп психологияның жерде күнделікті балаға кіріп ойын білу керек. Ал екінші, ал үшіншіміз отбасы жағдайында назар аудару керек. Яғни мысалы болады ғой, отбасы болғаннан кейін кейбір қиыншылықтар болады, оған балаға өте әсер етеді. Мысалы біз ата-ана болып телефоннан қабылдаймыз, баланың көзінше ұрыспауымыз керек. Жекеше бала сабаққа кеткенде, мысалы басқа жерге ойнап күліп кеткен кезде өзімізше жаңағы қиыншылығымызды шешуіміз керек. Балаға енді кейде сондай жағдайда бала өзін кінәлі сезініп қалады. Осы проблеманың туындауына мүмкін мен кінәлі шығармын деген оймен, олар өйткені тез ғой, ойлары жүйрік, тез сондай ойға бейім болады. Ана кейбір қиын отбасылар бар, жан жылуды өте қажет ететінші, сол балалармен ерекше әңгіме айтып, сұхбаттасу керек. Балам, бүгін сен не қиыншылық көрдің, не болды